Ассалаумағалейкем, қалың елім, қазағым, армысыздар, алталаш. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы. Мынау Калифорния. Калифорнияның тауларының бір осындай ерекшелігі бар. Әлгінде күкірт атқылап тұрған арасаннан, күкірт балқымасынан шықтық. Одан мына жанартау ауыздарынан атқылаған жерлерден шықтық. Теңіздің деңгейінен 3,5 мың метр биіктей ма сондай таулар екен, қағырлау. Көрдіңіздер ме, мұнда жаңағы сол күкіртті жер астынан қазбалар шыққанға ма, жоқ әлде мынау өздері бір өрт болды ма білмеймін. Мына ормандардың қурап қалғанын көрдіңіздер ме? Мынау мен тағы табиғатқа таңырқап отырып, көп жерін түсірмей қалдым. Себебі мәшинемді тоқтатып, таңырқап, қарап отырып. Мынау қазір тек жасылдау жерлер ғой. Әлгінде осы тауға шығып, мына арғы бетінен шықтым. Қазір таудың шоқысынан төмен қарай түсіп, екінші бетіне бара жатырмын. Міне енді мына қураған қарағайларда аң-таң қаласы енді. Қисап жоқ. Ком ях махни визитер центр дейді. Ком ях махни визитер. Енді бұл әгі біздің әгі индиян туыстарымыз көрінеді. Енді орыстар индеец дейтін, американдар Native American дейтін. Native деген енді ұлттық бір. Сосын First Nation дейді, бірінші ұлт дейтін халықтар. Енді орыстар ұқсап индейс деп айтпайық. Біз оны Американ индиан дейік, ананы жаңа индиан дей салайық. Мынау Американ индиандар. Опа, мына жерде пас сұрайма не бәле. Keep right дейді. Пас сұрамайды екен, мен билет алғам. Сол тайпаларына бөлек салық төлейме, табысты сол тайпалармен бөлісеме, бірдеңесі бар. Мына қураған ағаштарды көрдіңіздер ғой, аң-таң қаласыз. Сөйтіп қыдыра-қыдыра Калифорнияға да жеттік. Негізі Калифорнияны көріп қойғамын. Бір емес, 2 мәрте көріп қойғамын. Бірақ енді көрмеген жерлерінде көріп, жаңағы жай асықпай, сұқпай, ақырын жүріп, шабыт іздеп, лекция сөйлеп, Калифорнияны қайта бір қыдырайын деп келдім ғой. Сөздің шыны керек, қазір мынау жансаулық жабық сабағынан тағы 3 лекция сөйлеп салып қойдым, бірақ мына ең тауда болғандықтан, ең тауда интернеттің жылдамдығы нашар болып, әлі жүктеліп болмай жатыр. Қазір міне 2 ашық сабақ, 2 жабық сабақ, 4 сабақ сөйледім. Осы тамыз айы біткенше 6 сабақ сөйлеймін, сонымен жалпы 10 сабақ болады. Менің енді мына халықаралық саяси шолуларымды үзбей тыңдап келе жатқан жастардың алды. 15 жасымнан тыңдадым, аға мен Еуропада білім алып жатырмын деген бір бауырымыз хабарласып, қатты разы қылып жіберді. Анандай азаматтарды көрген кезде енді разы болады екенсің. Мен арнайы заң бұзып отырып, көлікті бұрайын міне. Көріңіздер. Заңды бұзып отырып, көлікті бұрдым міне. Енді қайтадан жолыма түсе, міне қазақстандықтар көрсе шошып кетемін. 2 қос сары полосаны бұзу деген Америкада бұза бересің. Америка адамдарға еркіндік беріп қойғанда, адамдарға тек біреуге зәбір келтіріп, зиян келтірмесең болды да. Мысалы, полицейлер ұстаса да, ұлғаусар қателігің болмаса жібере салады. Thank you for visiting дейді. Lassen Volcanic National Park. Lassen Volcanic National Park. Айтпақшы, Америка дегеннен туады. Мынау Қазақстаннан келген бауырымызбенен қызық болғанда кеше бір түріктің асханасында жаңағы танысып қалдық. Түрік стилде деп құрып қойыпты енді, бірақ ішінде үнділер істеп жүр. Кәлем айт десем айтты. Жарайды деп тамақ ішіп
түрік стилде үнді ашпап қожайының түрік пе десем иә деп қояды енді. Соны әк жерде тамақ ішіп кешкі асымды ішіп алайын деп ертерек сөйтіп отырсам, әлгі жерде қазақстандық кісілер отбасымен жүр екен. Сонымен әңгімеден әңгіме таниды екен бәрі. Әкелері 60-тың үстіне шыққан, шешелері 50 нешелерде, балалар бар жаңағы сөйтіп. Солар бірақ таниды екен, қазақ тілді қазақтар екен, жаңағы Шымкент жақтың қазақтар екен, Алматыға ұзақ жыл болып келіп, алматылық болып кеттік дейді. Сонымен жаңағы Секе сізді тыңдаймыз деп сол кісілер грин картпен ұтып алғандар екен жаңағы. Енді аң-таң қаламын да жаңағы. Қазақтар Американы көреді, қызығады. Бірақ осы Америка туралы таныстырып сөйлеп жатқан қазақтар тым көп емес. 80 мың қазақ болатын болса, сол 80 мың қазақтың ішінен бір кем дегенде 8 мың, 10 мың қазақ таныстыру керек еді ғой. Мысалы, КамАЗ шоферлері, жүк көлік шоферлері, олар жұмысын таныстырып, аспаздар олар таныстырып, жаңағы делдал болып жұмыс істейтіндер, неше түрлі тәрбиеші болып, үй жұмысы, жаңағы қарттардың күтімі, науқас адамдарға қарап, сөйтіп сервис жасап жұмыс істейтіндер, солар неғып өз жұмысын таныстырмайды? Жарайды, өз жұмысын таныстырмасаң да, Америкадағы өмір туралы айтып, өзіңнің өміріңді көрсетіп, желіде сөйлеуге болады ғой. Біздің қазақтардың осы жабықтығына аң-таң қаламын. Бәрі айту керек қой, мысалы. Айтып, түсіндіріп, ойбай 15 екен ғой, мен 45-пен ұшып бара жатырмын. Қаулайлым деп. Гәй жоқ екен деп Қазақстанша басып барам ба? Жоқ. Қой ақырын жүрейін. Асқан ел болса өзі жандап өтер, Содан мен аң-таң қаламын да осы. Жаңағы кісілерде сол бәлен жыл болған кісілер екен. Тірлік істеп жатырмыз дейді, ана кісі құрылыста екен, әйелі жаңағы сол ауру науқастарды күтімдеу орталығының рұқсатын алып сонда екен, балаларын алдырып алған. Мен айтам, енді өздеріңіздің өмірлеріңізді айтып, неғып бір түсіндіріп, видео сөйлеп, біз міне бейтіп жүрміз, мен міне мындай жұмыс істеймін, былай тірлік болады, бәлен жылы келдік деп неге айтпадыңыздар десем, күледі. Менше қазақтарда бір мына әлеуметтік желідегі бір белсенділік тек бір айтып қалған, сөйлеп қалған, жазып қалған тілші сымақ, айтқыш сымақтардың ғана міндеті деп ойлайтын бір қате түсінік бар ау. Неге айтпау керекпіз? Өзге қазаққа ой салу керекпіз ғой. Өзге қазақ келмесе де келгендей болып көру керек, білу керек. Осыны мен аң-таң қаламын да. Сондықтан осыны мен жастарға үлгі қыламын. Жарайды, бәріңнің керемет бір ақылы айтып бүйтіп кетпей-ақ та ғой. Бірақ жалпы нені көрдің, нені таңырқадың айт мысалы. Американы көрдің, жол сақшысына таңырқадың, жолына таңырқадың, жүргізу куәлігін қалай алады екен, оған таңырқадың, америкалықтардың өмір салтына таңырқадың. Міне мысалы, таудың басына белсебетімен шығып бара жатыр. Міне, таудың басына міне. Анау менің мәшинемен еңістен құлдилап түсіп келе жатырмын ғой мысалы. Анауың енді шығып бара жатыр. Қандай күш, қандай қуат. Мысалы, нені көрдің, соның бәрін айтуың керексің ғой мысалы. Қалай денсаулық сақтандыруын алдың, қалай жұмысқа рұқсат алдың, қай штатта қалай екен, соның бәрін айтып түсіндірсе, бұл ақпарат молығады да. Халық әркім әрқалай мысалы. Біреу сондай қысқа нұсқа таныстырғанды ұнатады, өміріңді таныстыр. Сені ешкім бас салып, сенен салық алмағаннан кейін мақтанбай-ақ та қой, артық та қылма, тыртық та қылма. Ол үшін сондай білімнің керегі де жоқ. Мен осы қазақтарды айтам, кейде сол бірі желіде сөйлеуден жатсыну, бірақ тойда микрофон беріп қойсаң, қазағыңның қолына микрофонды әрең аласың ғой. Тамадалар карет ойнап жүріп әрең алады ғой микрофонды осы. Ал енді мен ойлаймын, осы қазекем кейде осы қызғанады-ау деймін айтқаннан. Осы өзім ғана қызығын көрейін, басқа елге айтпай-ақ қояйын деп қызғанады-ау деймін.
мен баяғыда анау қашып пісіп оңтүстік жақтан келетіндердің заңсыздығын айтып, оның қауіпін айтыңдар десем, айтпайды қазақтар. Ал қырғыз, өзбек желісінде айтып, оның қауіпті екендігін айтып, өздерінің өлімге басын бәйгетіп келгендігін айтып, қырғыздар мен өзбектер айтады. Біздің Қазекең айтпайды. Сонда Қазекеңдер былай бөседі ау деймін. Ой, біз келіп тура. Байден ана қақпадан қызыл кілем жайып күтіп алды емес па? Содан әгі жерде енді сол кісі күтіп алған. Ене бопты деп қалдық дейме екен. Жоқ, туыстар қарыз сұрай ма екен? Аға бауырлар дереу ана қызды ұзататын едік, ұлды үйлейтін едік деп ақша сұрайды дейме екен? Әйді ол қазақ айтпайды. Қазақ айтпайды. Сонысына аң-таң қалдым. Біздің бір ұлттық менталитетіміз сияқты екен осы. Сіздер қалай қарайсыздар? Осы біздің бір ұлттық менталитетіміз құсақ қапты. Мен артымда бәленбай көлік жиылып қапты. Мен бір жерде тоқтап соларды өткізіп жіберейін, не? Бәленбай көлік жиылып қапты. Мына демократтардың штатының бір белгісі жолдары қырық бұрау жамау болады, не мынандай. Репабликандарда ол болмайды негізінен. Репабликандардың жолы қаласы тайнадай тастай тура. Қалалар жылан жалағандай таптаза болып тұрады. Демократтар өстіп әйтеу жармай тұрады, жей макен бір бәлемі. Өзі қара баланың кезінен тартып басқа кезде де солар біраз нәрсені жеп апты деп мына тіркіс шалың біраз нәрсені ашып жатыр ғой. Мысалы Илон Маск Доджидің бастығы болып тұрғанда да осы жемқорлықтың біразын ашып тастады, Сол міне Америка туралы неғып айтпайсыздар деп менің айтып жатқаным осы ғой. Мен осы бір нәрсеге таңырқағанда айтатыным, мынау Қытайлар In a quarter mile, turn left onto California 36 East, California 89 South. Red Bluff дейді, Сусан Вилле дейді. Ана бірдеңе Вилле дегендер француздың атауы. Бұл Америкада кезінде француздар көп болды ғой. Take the next left onto California 36 East, California 89 South. Ана бұл Вилле деген сол француздардың атауынан сол беті сол қалып, сол Вилли болып қалды әне. Сузан Вилли. Минерал 5 дейді, Red Bluff 48 дейді. Бұл Continue on California 36 East for 23 miles. Опа! Честер 25 дейді, Сузан Вилли 60 дейді. Ай, жақсы болды. Мен ел кезікпейме деп жаңадан бері интернетте дұрыс істемейді. Мен тек 93 майл ғана бензинім қалған. Соны шошып дұға қылғам енді. Құдай өзің бензинімді мына ен тауда тоқтата көрмеді. Сол жаңа виллелер, француздың сөздері жаңа ағылшындар сол күйі қалтырып қойды. Жаңа виллейж, ауыл деген сөз ғой, виллейж. Вилле. Виллеңіз біздің қазақтың вилле алдына аны қосып қойсаң дауысты дыбыс. Вилле болса сол ауыл ғой былайша айтқанда. Вилле. Бізде де сол вилле болып сол артына ағып дауысты дыбыс қоспаса, бізде мынау түрік тілдері, ескі түрік тілдерінде дауысты дыбыспен басталады. Дауысты дыбыс ортасында не аяғында келеді ғой біздің буындар. Бізде үш буын солай болады ғой. Басы дауысты дыбыс. Сөйтіп біз сол ауыл болды ғой, сол вилле, сол негізі түбірі сол вилле болуы мүмкін. Вилленің түбірі ви, яғни үй болуы мүмкін. Ағылшындар қонақ үйді, ескі шағын қонақ үйлер ин дейді, ескі тілінде. Ин деген сол біздің ін бекен. Ін кәдімгі. Олар ин дейді да. Енді былай қарасаң ағылшын тілінде көп сөздер біздің тілден енді ұқсастық бар ғой, арғы тегі жағынан жаңағы. Отты бұлардың ыстықты хот дейтіні, сұлу әдемі лапылдап жанып тұрған қыздарды хот деп, хот идақ қоятыны, хот идақ қояды да. Енді сөйтетінде сол шығар енді бізде. От болып жанып деп бізде де жаңағы жігіттер өлең құраушы еді ғой. Сөйтіп Калифорнияның табиғатын сіздерге таныстырып жатырмын. Негізінде кеше келіп қойғам Калифорнияға. Сөйтіп Калифорнияны көрсетіп жүрмін, міне. Біраз қағырлау. Енді осы Калифорнияда
менің бір екі маңызды кездесуім болады. Сол маңызды кездесулерімнен кейін отырып бір үлкен мақала жазуға дайындалам, Құдай қаласа. Үлкен бір мақала жазуға. Сосын енді оны өз атымдан мекен жоқ, бір зерттеушілердің аузы дуал, солардың еңбегі қылып жариялатамыз ба, сөйтіп жариялатамыз ғой. Мына Орта Азия қазақ тақырыбы туралы. Дүние мына жерде жылдамдық жақсы болды. Мен енді бір қазақтарға осы Америка туралы көп нәрсені айттым, түсіндірдім. Әйтеуір өзімде барып мен бөлістім, жеткіздім. Кеше түнде біраз жалғыз өзім жатырмын. Соң ойым кетті де. Осы Секе көктен уақи түскен жоқ. Парыз емес, саған парыз 5 уақыт намаз, құлшылық, Алланың істе деген істеу, тиіл дегеннен тиілу. Осы қазақ оятамын деп шапқылап жүрсің, бодаусыз еңбек етіп. Өзіңді ойласаңшы деймін де. Мысалы, мені бір мәлім бір зерттеу орталығы, мысалы, мені қай уақыт жұмысқа шақырып отыр? Қай уақыт? Олар кірсем 8-де кірем, таңғы, кешкі 5-6-да шығам, айына бірнеше рет доклад жасауым керек, ғылыми мақалалар жариялауым керек. Сосын жаңа қалың кітаптың ішіне көміліп, көзенек тағып, қағаз кеміріп, қалам тістеп отырамын. Енді ол жерге кіргеннен кейін әрине ынты-шынтыңмен өзіңнің сол Орта Азия, Қытай, Ресейдің Орта Азияға таласы деген тақырыптардағы мәселелерді қарайсың. Мынау сияқты жаңағы не емес, өз тақырыбында әрине міндет алғаннан, айлық алғаннан кейін соны жұмыс істейсің. Енді ол жерге жұмысқа кірсем, ол ертең енді біз Қазақстанда мына зұлым билікті құлата алмаған жағдайда, егер мен осы Америкада пенсияға шығып, Американың пенсиясын жеп қартаятын шал болсам, онда ол маған керек. Себебі үлкен ғылыми зерттеу орталығының, ғылыми зерттеу институтының ғылыми қызметкері болып пенсияға шығу, ол кәдімгідей жоғары дәреже, пенсиям да жоғары. Онда мен лекциямды аяқтаймын да, болды, сау болыңдар. Маған бір қазақты өкпелей алмайды, ешкім өкпелемейді. Маған періште түсіп, уақи түсіп, сен қазақты ояту керексің, барлық жекелік, пенделік, адами нәпсіден бас тарту керексің, жарғақ құлағың жастыққа тимей күніне көп болғанда 10 рет, аз болғанда 5 рет лекция сөйлеу керексің деп ешкім айтқан жоқ. Ешкім айтқан жоқ. Менде анда-санда қалың елім қазағым деп бір жылтың етіп қойып, болмаса сол жоқ, айында бір лекция сөйлеп қойып жүре берсем де ешкім өкпелемейді. Мен тек осыны ұнатамын да. Осыдан қазағыма бір пайда барын жүрегім сезеді да. Жаңағы пайда барын жүрегім сезеді, соған істегім келеді. Тіпті аға 15 жастан тыңдадым, міне қазір үлкен жігітпін, Еуропада оқып жатырмын дейтін жігіт мысалы. Секе, сізді тыңдап, міне университеттің 5-ші курсын тамамдағандай болып жатырмыз деген кісілер. Секе, қаншама жыл, қаншама оқыдым, кітап оқыдым, өзімді зиялы дегеніммен сенен кейін көп нәрсе білдім дейтін кісілерден кейін барып мен кейде осы жұмысымды тоқтатпайын деймін да. Тоқтатпайын деймін. Ал бірақ бұл жұмысыңыз да оңай емес. Қаражат дейтін мәселе бар. Менің ғана емес, әке-шешемнің бүкіл тапқан тергенін билік мұздатып тастады. $15,000 тұратын көлікке дейін мұздатып тастады. Базадан бірақ жоқ қылды. Жоқ ондай нөмір, ондай техника жоқ. Нөмір бар, жаңағы 05 Алматы облысының 162 ТМА деген нөмір бар. Гейлер ұстап, таңырқайтын, бұл көлік базада жоқ дейді. Базадан өшірді. Террористік баппенен террорист деп соттасаң сөйтеді екен мысалы.
банк есеп шотың бірақ мұздады мысалы. Енді осының бәрін айтып отырсаң оңай емес. Кезінде емен еркін жүріп үйреніп қалған Секебай мына жерде мысалы қайсы күн айттым, қонақ үйдің өзіне $80 төлеуге ойланып қалдым деп. Мысалы мен жанымды бақсам баға берем, жаңағындай ғылыми зерттеу орталықтарына кіріп, көзәйнегімді тағып, кәстем шалбарымды киіп, бәтіңкемді жалтыратып, майлап, сықиып алып, қолыма папкамды көтеріп, ноутбугымды көтеріп, кәдімгі бір ғылыми зерттеуші болып отыра қалам болды. Керек па? Істеуіме болады. Ол өзім үшін пайдалы. Ал бірақ қазіргі істеп жатқаным халқым үшін пайдалы. Өзім үшін пайдалы жұмысты істесем, ақшадан тарықпаймын, уайымсыз, қайғысыз болам. Енді сол біраз ара тұра ұлтымды ойлап мазам кетуі мүмкін. Бірақ ақша, қайда барам, қайда тұрам, жаңағы битсем ақшам азайып қалдау деп, тамақ жегенде де арзан тамақ жеп, қарның шалып бір порция жеп, шала тойып қалсаң да болды осыған қанағат қылайын деп, мысалы ұнататын нәрсеңді жейін деп тұрып та мысалы, ай болды қымбат екен деп қоя салып, кәдімгі құрғақ нан сатып алып, Walmarттан анау $1 ұзын сопақша нан бар француздың, $1 білектей нан, аты бірдеңе деген, бұғей тима бірдеңе, соны ала саласың, $1, соған неше түрлі анау сармайы бар, ірімшігі бар, сұйық, неше түрлі анау авокадоның сықпа езбелерін жағасап, жей салып, соны тамақ деп жүрміз мысалы. Бұлай қарасаң ұят, менің жасымда өстіп, тарта ішіп, ойланып, жұмсап жүру деген. Біз енді кезінде ол ештеңкені ойланбай, кешіп, шайқап жүрген ортада өстік қой. Мысалы, отбасымызда солай болды, бала күннен солай болды. Кейін өз алдымызға ат жалын тартып өңгенде, өзіміз тірлік істегенде де ісіміз сәтті болды. Шайқап жүрдік мысалы. Енді қазір ойлап отырамын да, менде екі таңдау бар екен. Бірі өзім үшін өмір сүрем, өзім жағдайымды жасайым, жақсы айлыққа тұрам, бірақ сол жұмыстың талабына сай, сол Орта Азия зерттеу тақырыбы, Қытай мен Ресейдің Орта Азиядағы ықпалы туралы саяси зерттеу, геосаяси зерттеуде тұрамын болды. Бірақ бүкіл ынты-шынтымен сол жұмыста болам. Енді ол жұмыста болғаннан кейін тіпті әуелі том-том кітапты алып келіп, том-том жазбаларды алып келіп, түнімен оқуым керек шығар. Бәленбай лекцияларды сағаттап тыңдау керек шығарсың тіпті әуелі. Ол енді әшейін Совет одағының жұмысы емес қой. Жұмысқа барып алып, қабағыңды түйіп келген адамға айғайлап отырады. Ол Американың жұмысы. Талапқа сай болу керексің. Ол енді өзімнің жеке қарақан басым үшін. Екіншісі халқым үшін. Онда барлық пенделік қалаулардан, ертеңгі жоғарғы пенсиядан, жеке меншіктік ат-атақтан, жақсы өмірден, жоғарғы айлықтан, бәрінен бас тартасың. Қазағым деп, сол қазағымды қайтсем оятам деп, қазақты танымдық, нанымдық, тарихи тұрғыдан ағартамын деп, қазақты қайта ағартамын деп жанталасасың. Бірақ ол азапты, кәдімгідей азапты, жүкіңе тиеді. Саяси танымдық, нанымдық лекциям мысалы, мен ақылы канал қылып, 1000 адам мысалы маған жазылса, 3000 теңгелік күміс арна деп ашып, 1000 адам маған жазылса, 3 миллион теңге сол маған жететін еді деп ойлағанмын. Сөйтсем Қазақстан ол YouTube'тың ақылы арнасын қосу қызметін Қазақстан қоспай қойыпты, қырсығып. Google менен ерегескен баяғы. Google компаниясы серверін алып кеткен Қазақстаннан. Неге Қазақстан бүкіл кірген шыққан ақпаратты фильтрлейміз деген Google айтқан халықаралық интернет протоколы бойынша сен өйтіп кірген шыққан ақпаратты сүзгіден өткізе алмайсың деген сөйтіп
Қазақстан диктатурасын көрсеткен, мысалы сонымен қалған. Енді мысалы мен әлі де сол 3000 теңгелік ақылы саяси шолумды жасауыма болады. Ол үшін Қазақстанның халқы мені қолдайтын 1000 қазақ VPN қолдану керек та. Мысалы Green VPN, жасыл VPN деген. Немесе Planet VPN. Орысша айтқанда планета. Соны ағылшыншаға аударсаң, планета деп аударсаң, ағылшын тілінде планет деп жазады. Асы жоқ. Соны iPhone-ның анау Samsung-ның Android-тың анау программа түсіріп алатын Play Store-дан жазып аласың. Сонда Planet VPN деп ағылшын тілінде жазсаң, орысша VPN деп жазсаң шыға келеді. Ал соны көрсетсең, өзіңнің адресіңді, оның тегіні бар, ақылысы бар жаңа VPN-ның. Сен таңдағанда free дегенді, яғни тегін деген таңдайсың. Сосын жалғау, connect басасың, бітті жалғанасың. Осы Planet VPN, Green VPN-ге қалай қосылуды үйрететін видеоны біз Атажұрттың WhatsApp арнасына сап қойдық, Telegram арнасына сап қойдық. Атажұрт партиясы Facebook аккаунтында тұр, Ғалым Рақыжанның Facebook аккаунтында тұр, бәрінде тұр. Мен де бөлісіп қойдым мысалы. Іздесеңіз тауып аласыз. Енді сол жаңағы 1000 қазақ VPN қолданып, сол VPN қолданғаннан өзін енді Америкада, Еуропаның бір елін таңдап, не Американы таңдап, мен осы жердемін деп көрсетуіне болады. Ол кезде Қазақстан өкіметі оны аңдай алмай қалады. Себебі Қазақстанда интернетті бақылайтын Huawei деген шпиондық құрылғы бар. Бүкіл Қазақ Телекомның интернет сол арқылы өтеді. Бүкіл сымсыз интернеттер, ұялы телефон сол арқылы өтеді. Ода сіздің телефонға кірген шыққан барлық дата сүзгіден өтеді. Ал жаңағы VPN-ді қойдыңыз ба? Бітті. Сіз Францияда, Германияда, Англияда отырсыз, немесе Америкада отырсыз. Енді сол VPN-ді қолданып қойдыңыз. Ол тегін дедім, тегін. Бір өзіңіздің ақпараттық қауіпсіздігіңіз үшін керек. Ал маған не пайдасы бар? Сіз енді сол VPN-ді қолданғаннан кейін өзіңіздің кез келген банк картаңызды, мейлі ол қазақстандық банк карта болсын, жаңағы YouTube-ге, біздің YouTube-ге кіріп, біздің Атажұрт Қазақ Human Rights USA ақш YouTube арнасына кіріп, сол арнаның жаңағы members, мүшелер ғана кіреді деген таңдасаңыз, екеу тұр. Күміс мүше, алтын мүше деген. Күміс мүшеге төлеймін десеңіз, бітті. Күміс мүшеге төлеймін десеңіз, 3000 теңгеңізді сіздің каспиіңізден Google компаниясы алады. Оны Қазақстан өкіметі де білмейді. Неге? Сіздің каспи картаңыздан Google компаниясына төленді. Сіз айтуыңызға болады, мен аспаздық оқып жатырмын, IT оқып жатырмын, компьютер оқып жатырмын, ағылшын тілі курсын оқып жатырмын. Сіздің не оқығаныңызды ол білмейді. Бірақ Google компаниясы алады, бірақ сіздің қай арнаға жазылғаныңыз тек сол YouTube-тың өзіне ғана мәлім. Ал содан кейін сіздің 3000 теңгеңізді алып, олар 30%-ын ұстаққап, 3000 теңгеңіздің 900 теңгесін ұстаққап, 2100 теңгесін маған аударып береді. Міне бұл ақыларына. Мен тубаста ойладым. Қазақстанда ол оңай, жаңағы кәдімгі онлайн сатып аласыз ғой мысалы. AliExpress-тен мысалы Қазақстанның өзінде онлайн ұшақ билет аласыз, онлайн пойыз билет аласыз, онлайн бір жерге тапсырыс бересіз қонақ үйге. Сонда жаңағы кредит картаңыздың нөмірін жазасыз, аты жөніңізді жазасыз, туған ай күніңізді жазасыз, картаңыздың қай жылы қай сайда мерзімі бітетінін жазасыз. Сосын анау сумманы жаңағы жазасыз, мынша сумма дейсіз, бітті аударады. Тура сол сияқты YouTube-тен кез келген затты сатып алу, YouTube-те де дүкен бар сатып алатын. Сол сияқты менің арнамды жазсаңыз, сізден айына 3000 теңгені сақ еткізіп ұстайды. Мәселе сол VPN-ді қолданып, сол Қазақстаннан 1000 қазақ секеңе 3000 теңге аударайық. Оның 2100 теңгесі секеңе тиіп, 900 теңгесі YouTube-тың өзінде ақ ретінде қалады екен 30% деп, соны 1000 қазақ шыға ма? Мен сол шықса екен деймін. 1000 қазақ. Немесе осы видеомның астына жазыңыздар, секе мен шығайын, мен VPN қолданып, мен сол Каспи картам арқылы, VPN арқылы төлеп, мен сізге Google арқылы жаңағы төлейін десеңіз, ол міне керемет болатын еді. Онда мен ақылы арнамды
Соларды жаңағы сіздер көре аласыздар. Гәп осында тұр. Яғни сіз Google-дың делдалдығы арқылы маған ақша төлей аласыз, көмек көрсете аласыз. Әттең дейсіз, Америкада 80 мың қазақ, Еуропада бәленбай мың қазақ, Кореяда, Жапонияда түгенбай мың қазақ жүр мысалы. Бірақ сол азаматтардың әрқайсысы мысалы бір кофе ішетін ақшасын жылуға атай алмайды. Яғни сен дейді, жаныңды да өзің бақ, қойыңды да өзің бақ, сиырыңды да өзің сау, биеңді де өзің сау, айғырыңды да өзің қара, шөбін өзің бір, суын өзің бір, жемін өзің бір, және қазақ үшін жұмыс істе, жұңғарға қарсы өзің шап, Қытайға шүршітке қарсы өзің шап, орысқа қарсы өзің шап, және өз атыңа өзің су бер, өзің жем бер дейді бұл қазақ. Ашынышты ма? Ашынышты. Не мен жауға қарсы соғысайын? Не қазақтың қазіргі басындағы ұлттық трагедия болып отқан орыс құл, Қытай құл, мына зұлым биліктің қазақты езіп отырған жау екені белгілі. Не мен осы Қытай экспансиясына қарсы, Қазақстандағы орыс құлдыққа қарсы, орыс құл, Қытай құл билікке қарсы, және Қытайда қорлық көріп жатқан қазақтарды құтқару мәселесі бойынша, жалпы Қазақстанды Қытай экспансиясынан құтқару, орыс езгісінен құтқару, зұлым биліктің езгісінен құтқару, осы 4 тақырып бойынша мен жұмыс істейін. Онда менің жағдайымды осы халық жасау керек. Ол халық айына 3 мың теңге. Оны төлеудің жолы не? Мен жариялаған Каспиге аударасыз. Кәдімгі мен жариялаған Каспиге. Немесе Каспиге аударғыңыз келмесе, неше түрлі сылтаумен. Онда жаңағы VPN-ді қолданасыз, ол тегін. VPN-ді қолданып, сосын менің ақылы арнама жазыласыз. Қайсысы болса да келіп тұр. Қайсысы болса да келіп тұр. Енді осы қазақ қалтасынан түсіп те қалатын 3 мыңын, 10 мыңын, мен мысалы жансаулық сабағын 10 мың теңгеден өтіп жатырмын. Қалтасынан түсіп те қалады. Қаңғыған кез келген бір қаңғыбас, жамағайныма бір қыдырмашыма біреу келсе, сол 10 мың теңгеден артыққа қонақта қалады. Ол қонаққа мүмкін емес 10 мың теңге. Қысқасы қалай болмасын 10 мың теңге шығыны шығады. Бірақ ұлт мүддесі жолында бұл қазақ сол 10 мыңын да 3 мыңын да аяп қалады. Бейғам, қамсыз, мен солай істейін, тағы басқаларда солай істесе, көпті көрсе көл болады. Сосын бұл жігіт атыма не жеп берем, не су берем, биыл жазда мына шөп қағырлау екен, шөп шауып атыма дайындайын демейді. Жау қайда деп жауға шаба берсін. Бұл кісінің атын біз шөп берейік, біз су берейік, біз жем берейік десе, онда мен де уайымсыз, қайғысыз жауға шабамын. Қабанбай бабамыз жауға шапқанда қылышын өзі қайрады ма? Найзасын өзі ұштады ма? Атына өзі шөп шауып Қабанбай бабамыз өзі жем жинады ма? Жоқ, айналасындағы ел, сен енді дара туған елсің, ерсің, жауға сен шап, біз осыны дайындайық демейді ма? Артынан ел нөкер болып ермеді ма? Найзасының өзін 6 жігіт әрең көтеріп келіп қолына ұстатпады ма? 6 жігіт әрең көтерген найзасын Қабанбай бабамыз 10 қолымен, 1 қолымен көтермеді ма? Құбас атына мінбеді ма? Сөйтіп жауға шаппады ма? Жұңғарды жер бетінен жоймады ма? Қазақтың тұтас территориясын қорғап қалмады ма? Бүгінгі сіз, бүгінгі мына ұрпақ, бізден кейінгі ұрпақ, сол Абылай хан бабаларымыздың, Қабанбай бабаларымыздың, Бөгенбай бабаларымыздың, Наурызбай бабаларымыздың, сол сан санақсыз жұңғарға қарсы күрескен қазақтың мың сан батырының арқасында осы ұланғайыр далада өсіп өніп көгеріп тұқымымыз қалмады ма? Жалғасып бүгінге келмедік па? Жоқ, Қабанбай шалқысын мойнына алып, мен мына шөп биыл нашарлау екен, шөп шабайын атыма деп кетті ма? Осыны қазақ ойлану керек деп ойлаймын енді. Мен енді ананы да айттым, мынаны да айттым. Сөздің шыны керек. Қалай болмасын, осы алда келе жатқан қыркүйек айында мен шешім қабылдауым керек болады. Жұрт ойлайды. Ой, Секе, сен лекцияны қоя алмайсың, тоқтата алмайсың. Сенің аузың басса, артың басса, аузың сөйлейді. Бейне, мен күнгі арқамды төсеп, күннен зарядты алып,
жүре беретіндей, мен сонда роботпын ба, күннен батарейка алып жүре беретіндей. Илон Масктың Тесла көлігім бар, электрге тығып қойып зарядталып, бензин құймай жүре беретін. Оның өзінде де электр керек қой. Электр зарядтайтын жерде ақша төлейді ғой. Қанша ол зарядтағанда, қанша уақыт зарядтағанда сай ақша төлейді. Менікі жұрттан бір сондай бір керемет ақша жинап, бір бай бақытты болайын деп тұрған жоқпын. Бізді бай бақытты қылатын халық та жоқ. Менікі ең төменгі стандартта мен мынау тұрмыстық шығындарды халық көтерсе, мен осы қазақты ағарту жұмысыменен, адамды құқық жұмысыменен, жаңағы айтқан 4 тақырыппен айналыса берсем деген сөз. Егер олай болмаса, онда болды қазағым, енді ешкімнің өкпесі жоқ, маған уақит түскен жоқ, міндетім де емес. Мен енді жан бақпақ парыз екен, мен онда осындай жұмыстарға кірдім деймін де қошымды айтам. Оны мен бір міндетсіп қалқыма, егер бітпесең айтпейм, егер сен бітпесең бітпейм деп тұрған жоқ. Шарасыздықтан, өмірдің қыстауыменен соған барған жатыр. Шарасыздықтан. Кәдімгі маған өмір сүру керек. Мысалы мен кәдімгідей тыныш жайлы жерде өмір сүріп, тыныш жайлы жерде жұмысқа шығып, кәдімгі қарапайым қазақ болып өмір сүрсем деймін. Менің ойым сол. Енді егер Қазекем жоқ секе, сен осы жолыңды жалғастыр, біз сені қолдаймыз десе, онда ал Қанеке. Мен негізі бұғанға дейін тісімді тісіме қойып, тарта жесең тай қалады, қорқа жесең қой қалады, қоймай жесең нең қалады деп, мен қысқасы жоғымды білдірмей, бөр арығым білдірме, сыртқа жүнін қампайтар деп, мен осы уақытқа дейін ісімді жалғастырып келдім. Осы уақытқа дейін. Бірақ қысқа жүк күрмеге келмейді. Үйдегі ойды базардағы нарық шешеді. Мен ары ойландым, бер ойландым, осының бәрін қалпыма ашық айтқым келді. Мен өмір сүре аламын. Мен керек па? КамАЗдың да оқуын бір айда ма, 2 айда оқып. Turn right onto California 89 South Volcanic Legacy Scenic Byway. Signs for Greenville, Quincy. Greenville, Quincy екен. КамАЗдың да оқуын оқып, КамАЗ айдасам, ол университеттің профессорынан артық жұмыс ақша табады екен КамАЗ. Жасырмай айтам, КамАЗ жүргізуші университеттің профессорынан артық табыс табады екен. Міне, көрдіңіз бе? Мен ол КамАЗдың оқу керек па? Take the next right onto California 89 South Volcanic Legacy Scenic Byway. Signs for Greenville, Quincy. Бұлар не қып тұр бәрі? Керек па? 1 ай оқу десе 1 ай, 2 ай оқу десе 2 ай. Ағылшыншам тастай. Жеке көлік жүргізген кезде КамАЗ жүргізу қиын ғой дейсің ба? Біраз күрделі болса болар, бірақ оқып онды алам. Керек па? Сөйтіп, ел қатарлы табам. Ең нашар, ең жалқау, ең істің ебін келтіре алмаған жүргізушінің өзі 17 мыңда жаңағы 30 мың доллар ортасында табады дейді. Ең жалқауының өзі. Қайта-қайта келіншегін сағынып қайтып келетін, келіншегіне бір жабысса жаңағы 1-2 апта үйінен шыққысы келмей қалатын, сосын барып КамАЗ айдайтын жігіттер бар. Олар бір айда 15-20 күн айдап, сонда күнде $1000 сол 2 апта айдап $15,000 тауып, 2 апта келіншегін құшақтап жататын жігіттер. Міне ол жігіттер де мысалы жарты айда $15,000 тауып жатыр. Бір айда дұрыс деп 25 мың, 30 мың тауып жүргендер бар. Мөбин компаниясы, тасымал компаниясы, жиһаз таситын компания, ананы таситын, мынаны таситын компания, Walmarttың КамАЗын айдайтын, Амазонның КамАЗын айдайтын компания, жекеменшік жеткізу компаниялардың жүк көлігін айдайтын жігіттер жақсы нормалды табады. Мен істей алмайым ба? Істей алам. Құжат керек па? Істей алам. Егер керек десеңіздер, сентябрьде соның оқуын оқып, міне Серікжан КамАЗ шопыр болып кетті деп айтудан мен үй алмайым. Неге? Неге? Айтыңыздаршы. Мен бір нәрсеге таңырқаймын. Мынау ұйғыр деген халық бар,
Қытай қынадай қырып жатыр оларды. Иә, шынында Қытай қынадай қырып жатыр оларды. Бұл халық сол Қытайдың құлдығына анау бізбен қатар шүршіттер қазақтың шығыс жерін жаулап алғанда, сол ұйғырдың ана 6 шаһарында жаулап алған. Негізі бұлар шүршіт жаулаудан бұрын жоңғар жаулап алды. Біз жоңғарды қырғаннан кейін бұлар жоңғардан азат бола сала, біз әбден жоңғардан қырылып, біз о кезде қазақ ең күшті қуатты халық, бұлардың бәрі өспеген отырақшы азғантай халық. Сол кезде Орта Азиядағы сарттардың бүкіл жан саны 300 мыңға жетпейтін болған. Ал қазақтардың жан саны 7-де 8 миллионнан артық болған, тек орталық Қазақстанда. Сонда ойлай берме, біз үлкен ірі халық болғанбыз. Бұлар кеше ғана шыққан майсалар болды. Жарайды. Сөйтіп жоңғар бұларды басып алады. Біз жоңғарды қынадай қырамыз, өзіміз 3-тен 2-міз қырылады. 3-тен 2-міз қырылғаннан кейін жоңғар жер бетінен жоямыз. Ол жоюды оңай емес, ол жан тапсыруды оңай ма? Жоңғарың да бізбен өлген жалысады. Ең соңында қазақ жоңғар жер бетінен жойып үф деп отырғанда қазақ жерінің батысын, орыс, шығысын шүршіт басып алады. 1882 жылы біздің шығыс алаш жері шүршіттің қолында қалады. Енді жаңағы ұйғырларды айтайын. Ұйғыр енді содан бері азаттыққа ұмтылып келе жатыр. Стихиялы түрде де, жоспарлы түрде де ұйғырлардың мынау шүршіттен азаттық алам деген, буржуаз Қытайдан, одан коммунист Қытайдан азаттық алам деген күресі тоқтаған жоқ. Бұлар да жаңағы сол Қытай деген зұлымның астынан құтылсақ деп, азат еркін өмір сүрсек деп, дінімізді сақтасақ деп, бұлар да тура жанын салып күресіп келеді. Бірақ өкініштісі, біздің сан санақсыз батырларымыз сол Қытайдың зұлымдығынан өлгені сияқты, бұлардың да жолы болмай, бұлар да сол Қытайдан азаттық ала алмай тұр. Енді мен айтайын деген, Қазақстанда 200 мыңда 300 мыңдай ұйғыр бар. Үкіметтік ресми статистика бойынша 250 мыңда 260 мың. Енді осы жарайды 300 мың ұйғыр дейікші. Осы ұйғырларда мынандай жүйе бар. Жігіт басы дейді. Ол Қытай ұйғырларында жоқ. Мына Қазақстанның ұйғырларында бар. Қазақстанның ұйғырларында бұл жігіт басы деген жүйені олар қайдан алды? Жоңғардан алды. Жоңғарлар бұларды Жетісуға айдап келген кезде, мына Ілеге, Құлжаға айдап келген кезде, бұларды жаңағы әрқайсысын 100-ден қылып, әр 100-іне бірден басшы қойып, әрқайсысын жаңағы сырыққа қолдарын қайыспен байлап, кәдімгідей 100-ден айдап отырған, біріне бірін сырыққа жалғап. Содан сол әр құл болып қолға түсіп отырған 100 жігіттің басын жігіт басы деген. Ол жігіт басы ана қалған 100-дің жұмысына жауапты болған. Кейін оларды легі алып келіп, таректерді, жоңғарлар енді көшпенді қалып, біз сияқты тары жегіш. Тары жаңа оңай, талқанда оңай, оны күтіп оңғып жүрмейсің, диірмен керек жоқ. Жаңа пісіре саласың, қуыра саласың дегендей. Малына берсе де жем, адамына берсе азық. Содан жаңа тары еккізеді. Содан бұларды жаңа тарышы деп айдап жүріп, тарышы, тараншы болатын себебі сол. Ол кезде мына ұйғырлардың аты болған жоқ қой, білесіздер, олар Қашқарлық, Қотандық, Ақсулық, Күшарлық деп өздерінің шыққан жаңағы елді сулы ойпаттарының атымен аталды. Енді менің айтайын дегенім, сол жоңғардан жаңағы 100 басы, жігіт басы дегенді үйренді бұлар. Әр 100 жігітке бір басы қойды, 100 басы деген содан шығады. Содан жаңағы сол жоңғардан алған әдіс бойынша мына Қытайдағы ұйғырларда бұл дәстүр жоқ. Іледегі ұйғырыңның өзі ұмытып қалған. Сол жоңғар айдап келіп, жоңғар айдағаннан кейін Шар Россия айдап келді ғой мына Қазақстанға қазіргі. Шар Россия айдап келеді. Сол ұйғырлар жігіт басы деген түзімді сақтап қалған. Мысалы бір кішкентай кишлакта, қыстақта 100 отбасы ұйғыр болатын болса, сол 100 отбасының жігіт басы бар. Ол жігіт басы тіпті сол 100-нің өзін 30-30-дан біреуі 40-тан бөліп алған болуы мүмкін. 3 жігіт басы басқару мүмкін. 3 жігіт басының үстінде бір жігіт басы болады. Жаңағы 100 отбасынан олар $100 жинайды. Олар айына $100 жинайды. Оны ұйғырлық салығы дейді. Ұйғырлық салығы дейді. Көрдіңіз бе? 100 отбасы $100 береді. $100 береді, сонда $10,000 болады. Сөйтіп анау Жаркенттің ауыл-ауылынан тартып. Мынау Чонжа, Шелек, Алматыдағы Сұлтанқұрған, Тағаны Байсейіт, Ташқарасу, сол өңкөй ауылда тұратын ұйғыры бар, қалада тұратыны бар. Сол ұйғырлардың жаңағы адам басына дейтін салығы бар, мысалы. Отбасы салығы дейтіні бар. Ер азаматтан аламы сондай бар. Соны жігіт басы жиып, жаңа 3 жігіт басы біреуге тапсырады. Ол бір жігіт
жиып отырған 5-6 болып біреуге тапсырады. Сөйтіп мынау дүние ұйғыр конгресі, яғни дүние ұйғыр құрылтайы дегенде Қазақстандағы ұйғырлар қаржыландырып отыр. Қазақстандағы ұйғырлар айына бәленбай $1 миллион ақшаны Түркия арқылы Америкадағы дүние ұйғыр құрылтайына жеткізеді. Оның есебі сол жерде қатталып, шотталып, бәрі жеткізу жолы, жігіт басының қызметі, оның бәрі тағайындалған. Ауыл-ауылдан, үйден бәрінің WhatsApp группалары бар. Жаңағы мешітте молдалар уағыз айтады, ауыз ашарында айтады. Ұйғырлардың азаттығы үшін күресіп жатыр дүние ұйғыр құрылтайы. Бас штабы осындай, Еуропада жұмыс жасап жатыр, Америкада жұмыс жасап жатыр. Міне қазақ, қырғыз, өзбек, татар, тәжік бәрінің тәуелсіз елі бар. Біздің неге тәуелсіз еліміз жоқ? Сондықтан біз де күресейік дейді. Сөйтіп жаңағы сол үгітпенен, сол насихатпенен жаңағы жігіт басы жинап, оны кәдімгі салық комитеті сияқты. Бізде мысалы ауылдағы кафеден, әр отбасынан жылжымайтын мүлкінен, үйінен тапқан табысынан салық алады ғой, сол сияқты салық алады. Электрге ақша жияды ғой, газға ақша жияды ғой, мысалы, үйіңіздің жылжымайтын мүлік салығы бар ғой, тура сол сияқты салық жинап отырады. Кәдімгі мемлекеті жоқ, бірақ кәдімгі пирамидалық мемлекеттік құрылым сияқты құрылым жасап қойған. Сөйтіп дүние ұйғыр құрылтайы бүкіл дүние жүзі көлемінде анда конференция, мында ереуіл, мында пикет, анда құрылтай. Сөйтіп бүкіл дүниеге Қытайда қорлық көріп жатқан ұйғыр тақырыбын көтеріп жатыр. Міне, ұйғыр тақырыбын көтеріп жатыр. Енді соны Қазақстандағы ұйғырлар тұрақты түрде қаржыландырып отыр. Неге? Дүние бойынша ұйғырдың бір жиналған 3 жері бар. Ең көп жиналған жер Қытай 99-да 999. Екінші жиналған жері Қазақстан. Үшінші жиналған жері Түркия. 50 мың ұйғыр бар. Қазақстанда 300 мың ұйғыр бар мысалы. Енді қараңыз. Ал бұл ұйымдасудан осы ұлттың үні бүкіл дүниеге жетіп отыр. Бүкіл дүниеге жетіп отыр. Көрдіңіздер ме? Құлдықта ма? Құлдықта. Азаттық үшін күресіп жатыр ма? Күресіп жатыр. Қарапайым халқы, қарапайым егіншісі, қарапайым диқаны жереуіш, қарапайым лағманшысы, қарапайым самсашы, қарапайым крекеш таксист, қарапайым саудагер, дүкенші, қарапайым аспаз, қарапайым жалдамал қызметкер, қарапайым мұғалім, қарапайым дәрігер. Көрдіңіз ба? Қарапайым полиция, бәрі ұлт ұйғыр болғандық үшін өзінің табысынан тұрақты түрде, жаңағы әр қалауы емес, тұрақты түрде келіскен міндет деген кәдімгідей міндет бар. Оларға ауыр емес. Себебі ондай ақшаны жаңағы олар кез келген уақытта басқа нәрсеге де жұмсай алады. Халық көтере алатын ақшаны салып отырып, соны жиып отыр. Ал сонда бізде қазақта ұйғырдан біз сонда кембіз ба? Кем емеспіз. Бар болғаны қазақ, олар сияқты біз құлдықтан құтылайық дейтін рух болмай тұр. Себебі қазақ мына жалған тәуелсіздікке алданып отыр. Ал ұйғырлар шынайы құлдықта жатқандықтан оларда енді азаттық үшін күресуден басқа жол жоқ. Бізді мына жалған фейк тәуелсіздікпенен алдап бізді наркоздап отыр. Мен 2009 жылы 1001 сапар кітабында жаздым. Қазақтың тәуелсіздігі жалған тәуелсіздік. Қазақ жартылай отар, жартылай тәуелсіз ел. Шын құлдықтан жартылай отар, жартылай тәуелсіздік жаман. Шынайы құлдықтағы қауым азаттық үшін күреседі. Оның ерлік рухы, өршілдік рухы күшті болады, үстем болады. Ал жартылай тәуелсіздік алған ел мастықта, мақтан ішінде жойылып кетеді деп жазған. Бұл 2009 жылы жазған сөз. 1001 сапарда жазған сөз. Оны кейін Фейсбукке осыдан 5-6 жыл ма, 17 жылы бір лекциямда сөйледім. 17 жылы. Жартылай тәуелсіздік туралы. Міне, біз сол жартылай тәуелсіз, жартылай бодан елміз. Шын мәнінде біз боданбыз. Назарбаев, Тоқаев әлі Путиннің қуыршағы. Ал біз сонда тәуелсіздікке ұмтылмаймыз ба? Ұмтыламыз. Ал шынайы тәуелсіздікке ұмтылып жүрміз ба біз? Ұмтылып жүрміз. Біз осы ата жұрт қазақты шынайы еркіндікке, егемендікке жеткізейік деп күресіп жатырмыз ба? Күресіп жатырмыз.
Ал қалған қазақ енді сен не дейсің? Секе алға, секе қолдаймыз, секе тоқтама. Біраз уақыт, мысалы мен былтыр ең ұзақ дегенде 2 апта кәдімгідей ауыр депрессияда болдым, ауыр көңіл күйім, торықтым, түңілдім. Сонда мен лекция сөйлемедім. Ең жақын көретін бауырларыма дейін, немене сен секе, сіз деп жүрген бауырларым сен деп, неменеге орта жолда тастайсың ба не сонда дейді. Сонда айналайын ау, менің депрессияға да түсуіме жол жоқ екен. Мен орта жолда тастаса болмайды екен. Мен осы ауыр жүкті көтеріп, мен зорығып көтерушегім үзіліп өліп кетсем өліп кетеді екен. Менің тоқтауыма болмайды екен. Мен сонда шөп жемейтін, жем жемейтін есек екен. Есектің еңбегі адал, еті арам дейді қазақ. Есектің еңбегі адал, еті арам дейді. Мен сонда сол есек екен. Менің жұмыс істеуім керек екен. Менің лекциям халыққа керек екен. Менің күні түні сөйлеуім керек екен. Қытайда қазақ қамалып қалса, мен қалқараға дабылдауым керек екен. Қытай қазақты ұрып, жынды қылып, мүгедек қылып, аяғынан жүре алмай өлім шығып сабап әкеп тастаса, мен қалқараға дабыл қағып оны құтқаруым керек екен. Қазақты нақақ қамаса, мен дабыл қағуым керек екен. Қазақстанда қазақтың құқын мен қорғауым керек екен. Бірақ маған жем шөп керек жоқ екен. Мен сонда есек екенмін. Сонда мен қазақтарды түсінбеймін. Енді есекте бір арқасына жүк батқанда бір қышқырады ғой. Есегі де бір арқасына жүк батқан кезде бейшара есекте қаңқ етіп бір қышқырады ғой. Мен де сол еңбек адал, еті арам есек сияқты қышқырып жатырмын ғой, қазағым ау. Міне. Сөздің шыны керек. Ол жаңағы өсек, жала, бәле, анау, мынау да айтпай-ақ қояйық. Жаласы бар, өсегі бар, оны айтпай-ақ қояйық. Демі көл екен, бұрылып тұрып кіремін ғой деймін. Демі көл екен, әттен жаңадан бері ана жақтан бұрылсам Take the next right. Сонда менің ойымда сол, айналайын қазақтар. Маған егер осы халықты ағартатын, осы саяси күресімді, белсенділігімді, жалпы қазақтың оппозициялық белсендісі болып жұмыс жасауды жалғастыру керек дейтін болса, онда есекке жем шөп беріңіздер. Енді ең сүйкімсіз қазақ ең жек көреді ғой есек деген. Бірақ мен соны жаңағы ана мақал үшін пайдаланып отырмын. Өзімді есектеп, өзімді төменсітіп отырғаным емес. Ана мақал бар ғой қазақта, сүйкімсіздеу мақал. Есектің еңбегі адал, еті арам дейді да. Қандай керемет сөз да міне. Отырсек дейді. Бірау жерге көлігімді қойып қояйын. Сосын қазекемдерге біраз лекция сөйлейін енді. Take the next right, then turn left. Кешірім өтінем сіздерге, артық ауыз кетсем. Енді қалған лекциямда мына неде сөйлейін. Мынау жалғастырып, мына кешірім өтінем, мына телефонымды алып алайын. 1-2 секунд сабыр қылыңыздар, е. Опа! Мына табиғатты қараңыздар. Мынандай табиғатты жаңағындай қураған ормандардан кейін мынандай табиғатты көру дегеніз қандай, е? Мә! Оппа! Мына табиғатты қараңыз. Қандай керемет. Қандай керемет. Көріп жатсыздар ма? Табиғатты қараңыздар.
Қандай керемет, е? Ана жаққа барып біраз жүрейік. Анау жерден бастадым ғой, бір 15 минут па 20 минут көл жағалап жүрдім. Сонда ойламаппын мына көлді бір көрейінші деп. Негізі бұл көлді көру планымда болмады. Жаңа бензинім аз қалғаннан кейін тездетіп бір жанармай бекетін көрейін дедім. Интернет ұстамайды. Енді мына жерде ұстап қалған болуы керек. Мәне. Менің туған жерімдегі Сайрам көлінен кішкентай. Сайрам мынадан бар ау бір 100 есе үлкен ау. 100 есе үлкен. Мына табиғатты қараңыздар. Анда ана орман қурап тұр екен әне. Ана орман қурап тұр екен. Мына жағында тал, бүргендер өсіп тұр. Жұрттар балық аулайды екен анда. Көлдің ортасына келіп бар. Енді біраз фотоға түсейік. Менің қазақ халқына айтарым осы. Қолдау сіздерден. Мен жанымды бағалмай сұрап тұрған жоқпын. Мен Қазақстаннан кеткенде миллиард ұрлап кеткен жоқпын. Миллиард ұрлаған жоқпын. Миллиардыңнен миллион теңгеде алып кеткен жоқпын. Мен егер осы саяси оппозициялық күрес жолын істеймін десем, онда тиісті қолдау керек халықтан. Ауыр жүк көтеретін есекке жем керек, шөп керек. Күннен қуат алатын есек жоқ екен әлі жер шарында. Сондықтан есектің еңбегі адал, еті арам дегендей, секе сенің еңбегіңді бағалаймыз деп қойып, бірақ оған тиісті көмек көрсетпесеңіздер, онда болды. Мен де қиялданбай, мен де болды. Бұл қазақпенен жаңағы басымды ауыртып әуре болмай, мен де өз тірлігіме қарай көшейін. Мен өмір сүре аламын. Мен жеке қарақан басымның жағдайын жасай аламын. Керек па? КамАЗыңды да айдаймын. Керек па? Ғылыми зерттеу орталығында ғылыми қызметкер боламын. Керек па? Асханада аспаз бол десең де, мен соны бар ғой, 2 аптаның ішінде елдің 2 жылда үйренетін 2 аптада қағып аламын. Керек па? Мен ыдыс аяқ жу десең, оны да істеймін. Керек па? Еден жу де. Керек па? Науқастарды күтімдейтін орталыққа жұмысқа тұру десе, оны да істей аламын. Керек па? Қарттарды тек үйіне барып қарап отыр, ештеңесіне тиме, тек қасында серік болып қарап отыр. Home attendant дейтін жұмыс бар. Оны да істей аламын. Мен бәрін істей аламын. Тіпті мен қолымнан келеді оған. Керек па? Бір 2 ай ма 3 ай курсын оқып ап, шаштаразда болып кет десең бола аламын. Керек па? Құдай біледі. Бір кафенің алдында тұрып шашлық сатып кетем десең де, мен одан намыстанбаймын. Себебі ол менің табан ет маңдай теріммен мен жанымды бағуым керек. Себебі мен туғанда аузыма гауһар тістеп туған адам емеспін. Мен тура сен сияқты адаммын, етпен сүйекпен жаралған адаммын. Тура сен қандайсың, мен сондаймын. Оған мен неге намыстанады екен? Міне. Сондықтан екінің бірін таңдаймыз. Жақсы, аман сау болыңыздар.